Халық арасында кең таралған Марат Омаров ағамыздың анашы мәнінің бүгін домбырада шертілуін сіздерге алып келіп отырмын. Жүрек басып, лебіз қалтырып, одан осы кескінді түсіріп, телефоныңызға осы бір әннің шертілуін үйреніп алыңыз. Енді бұл тапсырысты көптеген домбыра әуескерлері маған осындай бір үйрету кескін шығарсаңыз деген талаппенен қойған соң, бүгін осы уақытын шығарып сіздерге осы кескін тартып отырмын. Бұның музыкасын мен алдағы жіберген осы ойындағы туындымда тұр, содан естіп көрсеңіздер болады. Ал енді бұны әзір мен сіздерге бастан ақыр осының үйретілуін сөйлеп берейін. Ең әуелі домбырамыз қолымыздағы, менің қолымда тұрған 19 пернедегі домбыра. Ең соңындағы мына аппақ мынада пернесі болады, яғни 19 перне. Осы перне саны бойынша сөйлеймін. Одан кейін нотасында қосып сөйлеймін, өйткені менің осы кескінді көрген домбыра әуескерлері домбырадағы ноталарды не білуі мүмкін, не білмеуі мүмкін. Сондықтан сіздер үйренуіңізге қолайлы үшін осы перне санын айтып отырып шертіп беремін, көрсетіп. Ал енді осы бірінші мазмұн білгеннен кейін екінші мазмұн домбырамызды мен әзір теңшегенім фа дыбысы астың жағы, шың фа дыбысы, үстің жағы шың до. Осы екі дыбысқа теңшеп алып шерттім. Енді бастан ақыр мен бір бөліктен көрсетіп сіздерге осыны сөйлеп берейін. Ендігі бас жағындағысына шет жүрсем сағынармын деген жері. Осыны бір көрейік. Ең әуелі ми дыбысынан бастайық. Ми дыбысымыз 9-шы перне. 9, 7, 5, одан кейін 4, 5, 4, одан ла дыбысы ең сонда. Мынау сол жаңағы бірінші бөлімігі, яғни ми, ре, до, ши, ла. Ал одан кейін екінші бөлігі мынау. Осы жерін көрейік. Бұл болатын болса ла, ши, до, со, фа деген дыбыс. Бұл енді перне саны бойынша болса екінші перне бәрі бір қағыстан, төртінші перне 5, одан 4, одан жедегі мына ла дыбысы. Софа дегенде, со деген 12-ші перне, одан 10-ші перне. Ал одан кейінгі жерінде осы жерін көрейік енді. Бұл деген ре, ми, фа, ми, фа, со, ла деген дыбыстар. Енді бұны перне саны бойынша айтатын болсақ, 7-ші, 9-ші, одан кейін 10-ші, одан кейін 10, 9, одан кейін 10. Енді со, ла деген дыбыста біз со дыбысын шертіп, ла дыбысын басқарсақ болады, ла дыбысында қағыс жоқ. Со 12-ші перне, ла 14-ші перне. Одан кейін со, фа, ми, фа, со, фа, ми. 10, 12, 10. Одан кейін жедегі мына 9-ші перне. Ал енді осы жерден кейін қайырмасына келеміз. Анашым шалқып күлсін деп басталатын жері. 14 жедегі 14, 16, 17, 17, 16, 14, 17. Ал одан кейінгі жері бұл жері 14, 16, 17, одан кейін 17, 16, одан кейін 17, 14. Ал одан кейінгі жері. Ал бұл жері ми, фа, со, фа, ми, фа деген жер. Перне саны болатын болса 9, 10, 12, одан кейін 12, 10, 9, одан кейін 10.
Одан кейінгі жері. Бұл жері болатмаса, ре, ми, фа, сол, ла, фа, ми. Бұл жері болатмаса, енді пернес арбайды айтатмасақ, 7, 9, 10. Одан кейін сола деген кезде 12 мен 14. 12-ні чертіп болып, 16-ны 14-ті басқа аламыз. Одан кейін фа, ми. 10 перне, 9. Одан кейінгі жерінде ши, до, рай. Осы ноталар. Бұл 4, 5, 7, 7, 5, 4, одан 10. Одан кейін ми, ре, до, ши, рай, ши, до, рай, ми. Бұл болатын болса 9, рай 7, до 5, одан 4, 5, 7, 9. Енді өз жеріне біз 2 рет қайталаймыз, 2 рет қайталаймыз. Екінші қайталаған былай болады. Дегеннен кейін енді ең соңғы жерінде өзгеріс болады. Мына жерінде ми, ре, до, ши, ла деп аяқтайды. Яғни 9, ми, рай 7, 5, до, ши, ла. Яғни 4, 5, 4, 2 деп аяқтайды.